Барлықтарыңызға сәлем. Алыншы видеомызды бастайық. Видео бастамас бұрын сіздерге осы шарик түрлеп жіберейік. Блокноттарды өздеріңіз неге бастауға болады? Көп адамдар соны ойланып жатады, және сіздерге сол арқылы көрсеткім келіп тұр. Және менде осындай блокноттар бар, және өте көп. Менде қазір қызыл блокнотым бар, андай блокнотым бар, андай блокнотым бар, андай блокноттарым бар. Яғни жалпы барлығы менде осындай және сонымен қатар әртүрлі дәптерлерім, чек-листерім бар. Және мынандай блокноттарым бар. Және бүгінгі видео сіздерге қызық болады, так что менімен қалыңыздар, мен бастаймын. Осы видео көрген соң лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Өз блокнотымды көрсете кетсем, бірінші блокнот менде қызыл түсті. Өздеріңіз көргенде боларсыздар, көп блоктарда көрсетемін. Қызыл түсті блокнот, ішіне мен әр күнді пландап жазамын. Сіздерге де кеңес беремін. Пландау арқылы уақыттарыңызды үнемдей аласыздар. Әр күніңізді жоспарласаңыздар, уақыттарыңыз босқа кетпейді. Бұл блокноттың ішінде жалпы карта бар. Және сонымен қатар кішігірім мәліметтер жазуға болады. Және календар. Мен және бұл блокнот 2020 жылы алғанмын. Уже 2-3 жылдай болып қалды. Және осы видеода қандай сөзді көп қолдандым. Соны жазып кетіңіздер. Мына жақта телефон кодта жазылған, бірақ та мен оны әзірше қолданбаймын. Бірақ өте ыңғайлы блокнот, сіздерге де кеңес берем. Күндеріңізді пландасаңыздар болады. Әр күніңізді пландайсыздар, және өздеріңізге де пайдалы. Бүгін істеу керек нәрселерді сіздерге 3 нәрсеге бөліп пландасаңыздар болады. Важно, срочно және регулярный. Яғни өте маңызды, міндетті түрде істеу керек нәрсе, және маңызды және күнделікті қайталанатын нәрсе. Осы 3 нәрсеге бөліп өздеріңіздің күндеріңізді пландасаңыздар болады. Блокнот өздеріңіздің күнделікті естіген, қанатты, мотивационный сөздеріңізді жазып алсаңыздар болады. Мен мысалы Омар Хайямның сөздерін жазамын. Сіздерге ол сөздердің де бір пайдасы тиеді. Жазып алуға кеңес беремін. Үшінші блокнотты осындай стильный түрде жазылған ноутбук деген жазуы бар, өте ыңғайлы. Ішінде ештеңесі жоқ артық. Сол үшінде бұл блокнотты киноға, өздеріңіздің қандай кино көрдіңіздер, не істедіңіздер, соны жазсаңыздар болады. Және де бүгінгі күнгі болған оқиғаны жазсаңыздар да болады, және офисный стильде. Яғни сіздер арықтайтын болсаңыздар, мысалы түрде күнделікті бүгін не жедіңіздер, не іштіңіздер, соның бәрін жазсаңыздар болады. Және триггер приветик ретінде жазуға да болады. Мысалы істеген нәрселеріңізге плюс қоясыздар. Кино, сериал, және қандай киноға барғыларыңыз келеді, қандай кітап оқуларыңыз келеді, қандай кітапты оқып біттіңіздер, соларды жазсаңыздар болады. Кітап, кино, драма, сериал, немесе әртүрлі нәрселер көп қой, солардың бәрін жазсаңыздар болады. Бұндай үлкен дәптерлерге сурет салу өте ыңғайлы. Сурет салу арқылы дамисыздар, және сурет салғанды көп адам ұнатады, және пайдалы деп ойлаймын. 5-ші дәптерге музыка жазсаңыздар болады. Өздеріңіздің сүйікті музыкаларыңызды, қандай музыканы жақсы көресіздер, соны жазсаңыздар болады. Және соны алдағы уақытта жаңартып, плейлистеріңізді жаңартатын боласыздар. Және осы видеоны жазса лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. 6-ші осындай үлкен дәптерге сіздер әртүрлі шет тілдерін үйреніп жазсаңыздар болады. Мен мысалы бұл дәптерді ағылшын тіліне бастаған болатын, және сіздерге де кеңес беремін. Және де ағылшын тілінен бөлек сіздер әртүрлі, мысалы сіздер блогерлікке идея жасаңыздар болады. Қандай видео түсірем, соған байланысты әртүрлі идеялар. Бұл блокнотқа өздеріңіздің мақсаттарыңызды және қорытынды жазсаңыздар болады. Мысалы 2021 жылға қорытынды, 2021 жылда не істедіңіздер, және 2022 жылға мақсаттарыңызды жазсаңыздар болады. Яғни бұл блокнот сіздер мақсаттарыңыз бен қорытындарыңызды 1 жылға жазатын болсаңыздар, ал мына блокноттарыңызда сіздер күндеріңізді пландайсыздар, екеуін жасастырып алмаңыздар. Бұл блокнотта сонымен қатар 1 айға, 1 жылға блокнотты жазасыздар, ал мына блокнотқа күндеріңізді пландап жазатын боласыздар. Өте ыңғайлы блокнот, сіздерге кеңес беремін.
болмай жатса чек-лист жасасаңыздар болады. Чек-лист на сегодня. Чек-лист дегеніміз осында бір парақ бір күнге арнап жасасаңыздар да болады. Чек-лист на сегодня. Мысалы, мен бүгін міндетті түрде өзімді еркелетуім керек, 30 минут серуендеуім керек, күлуім керек, анама хабарласуым керек деген сияқты. Және я должен жать мен дағы істегім келеді. Осымен біздің видео аяқталды. Барлықтарыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Және де 300 тіркелушіге аз қалды. Және 350 тіркелушіге жеткізейік. Барлықтарыңызға пока. Жақында сіздерге керемет видеолар түсіретін боламын. Ол видеолар бізде наурыз, көптеген қызықты лайфхактар, сол үшін жарнама тіркеліп қойыңыз.